Сәлем достар! Бүгін сіздермен үй жағдайында тез жасалатын өте дәмді, жұмсақ болып шығатын круассан дайындаймыз. Ыдысымызға жылы сүт, жылы су, ашытқы, қант, тұз, сұйық май және 2 ақуыз бен 1 сарыуыз қосып, венчикпен жақсылап араластырып аламыз. Артынан ұнымызды ақырындап қосып, қамыр илейміз. Бірден ұнның бәрін қоспаңыз, ақырындап қосып қамырдың жұмсақтығын қадағалаймыз. Қолға жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр болуы керек. Дастарханға кішкене ұрып аламыз да, бетін жауып 1-1,5 сағатқа 2-3 есе үлкейгенше жылы жерге қойып қоямыз. Үлкейген қамырды дастарханға түсіріп, 10 бөлікке бөліп, домалақтап, тағы бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. Содан кейін әр қамырды үлкендеу етіп жайып, ортасына жұмсақ сары майды жағып, барлық қамырды бір-бірінің үстіне қойып, осылай дайындап аламыз. Тағы бетін жауып, май кішкене суығанша 20 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді қамырды шығарып, үлкен домалақ етіп жаямыз. Шамамен 5-8 мм болуы керек. Енді осылай видеода көрсетілгендей етіп, болашақ круассандарымызға кесіп аламыз. Енді кез келген салма салсаңыздар болады. Мен қайнатылған қою сүт, яғни вареная сгущенка салып шықтым. Енді видеода көрсетіліп жатқандай круассан формасына келтіріп ораймыз. Міне осындай болады. Енді бетін жауып, бөлме температурасында 20 минут қалдырамыз. Тағы көтерілуі керек. Содан кейін жұмыртқа сарысын жағып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пеште 15-20 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Бөлме температурасында толық суытамыз. Содан кейін бетіне қантты ұнтақ сеуіп шығамыз. Қазір кесіп көрсетемін. Қараңыздар, кескен кезде іші қандай қабат-қабат күшті болып тұрғаны, өте жұмсақ, әсіресе сгущенкамен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеом ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп алыңыз. Ас болсын!